Осыларды беру арқылы дәрігерге дейін баланың жағдайын сіз стабилизировать ету, яғни тұрақтандырып тұрасыз. Баланың іші өткен кезде үй жағдайында біз не жасай аламыз? Қайырлы күн, құрметті аналар. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз үй жағдайында бала іші өтсе не жасау қажет, неден қорғу қажет, ненің алдын алу қажет, осы төңіректе сөз қозғайық. Көп аналардың сұрақтары, жалпы мазалайтын және тығырыққа аналарды әкеп тірейтін нәрсе ол баланың ішінің өтуі. Яғни бала іші өту арқылы әлсіреп қалады, мазасыз болады, түнгі уақытта ұйқысы болмайды. Бұл бірінші кезекте аналарға стресс, екінші кезекте уайым. Бұл тарапта не жасауыңыз қажет? Үй жағдайында сіз не жасай аласыз, және сіз үй жағдайында жасай алмайтын, тек дәрігердің кеңесіне жүгінетін моменттерді сізге жеке-жеке талдап айтамыз. Сіз лайк басып, осы видеоға қолдау көрсетіп кетіңіздер. Баланың жалпы іші не үшін өтеді, басынан анықтап алайық. Бірінші кезекте ол функциональное нарушение, яғни баланың асқазанына, ішек трактісіне жақпайтын өнімді, тағамды тұтыну арқылы іші өтеді. Екінші кезекте вирустардың әсерінен, яғни жоғарғы тыныс жолына түскен вирус тағам, су тұтыну арқылы асқазан ішек жолына түседі, осының салдарынан баланың ішін өткізеді. Ал үшінші тарапта бұл ішек инфекциялары, яғни ішек таяқшалары, жаңа дизентерия таяқшалары, немесе эшерихия коли деп жатады, бұл таяқша түріне байланысты жіктеліп жатады. Осы үш этиология арқылы баланың іші өтеді. Енді жалпы баланың іші өткен кезде үй жағдайында біз не жасай аламыз? Үй жағдайында сіз электролитті су балансын қалпына келтіруіңіз қажет, яғни тұзды ерітіндіні көп мөлшерде бересіз. Тұзды ерітінді деп жатқанымыз бізде регидрон, регидрон К, регидрон био деп жатады, түрлі электролитке толы ұнтақтар бар дәріханада. Осыларды беру арқылы дәрігерге дейін баланың жағдайын сіз стабилизировать ету, яғни тұрақтандырып тұрасыз. Ал енді негізі баланың іші өткен кезде қауіпті факторларды айтайық, қауіпті белгілер деп жатамыз, белгілерді айтайық. Егер сіздің балаңыздың денесі құрғақ болса, көзі шүңірейсе, сілекейі азайса, және кіші дәретке шығуы азаятын болса, бала мазасыз болса, және дене тургоры деп жатамыз, сіздің тері жамылғысын қолмен бүйтіп ұстаған кезде ол қалпына жаймен келіп жатса, және де бала жылаған кезде көз жасы шықпай жылап жатса, ол бізде қауіпті белгілер. Міндетті түрде сіз дәрігердің көмегіне жүгінуіңіз қажет. Неге? Өйткені сіз пероральды деп жатамыз, яғни ауыз арқылы ішкізіп, сіз баланың қажетті мөлшердегі суды восполнять ете алмайсыз. Бұл кезде сізге тамыр ішіне енгізу қажет болады. Ал оның есебін, расчетін, барлығын дәрігердің кеңесімен жасағаныңыз дұрыс. Бұл бірінші фактор, бірінші себеп дәрігерге барудың. Ал екінші себебі, мен жоғарыда айттым, үш этиологияға байланысты: функциональное нарушение, вирус, бактерия деп. Осыны нақты анықтау үшін, жалпы үлкен дәреттің зерттеуін, анализін жасау үшін сізге міндетті түрде дәрігердің кеңесі қажет болады. Егер баланың іші өтуіне байланысты сіздерде қандай да бір сұрақ болса, төменде комментарийде қалдырыңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңызды, сіздерге қызықты тақырыптарды міндетті түрде жауап ретінде сіздермен алмасып отырамыз, және де алдағы уақытта сіздерге сол сіздің сұрағыңызға байланысты видеоларды міндетті түрде салатын боламыз. Бізбен бірге болғаныңызға рахмет. Сіздермен дәрігеріңіз Абылай Қалдарбек.